Ананың арманы. Сайын Мұратбеков. Мен әжемді дүниедегі ең бақытты ананың бірі санайтынмын. Өз құрсағынан шыққан 3 ұл бір қыздан өніп өскен өркеннің өзі кішігірім бір ауыл дерліктей боп қалдық. Ең үлкені менің әкем Көсембай, колхоздың бас бухгалтері, дүниені қалай шайқап жүремін десе де қолынан да тілінен де келеді. Ортаншысы Әсембай, колхоздың маңдай алды шопандарының бірі. Москва, Алматыдағы мәжіліс, көрмелерге жылына 3-4 барып қайтады. Кіші ұлы Еселбай, жоғары оқу орнын одан кейін аспирантураны бітірген. Ғалым деген атақ алуға сүйем қарсы жүрген адам, қазір аудандағы беделді қызметкер. Ал кенжесі Мәржапия. 3 ағасының арқасында маңдайынан ешкім қақпай бұла боп өскен адуан қыз. Жуырда ғана ауылдағы ең көрікті жігітке ұзатылды. Міне, әжемнің барар өрістері осындай. Ендігі бір аңсайтыны шөбере сүю. Тек әттең немерелері кәмелетке толмай жатыр. Немерелерінің ең үлкені мен 16-ға биыл ғана толдым. Әрине, 18-ге тола қалған күнде де үйлене қояйын деп жүрген мен жоқ. Бірақ әжемнің жата тұрса армандайтыны менің тезірек өсуім. Жеңіспегімді аяқтандырып, осының бір шүйке басын көрсем деп тілейді. Мен оның сөзін естімеген адамша қызараңдай күліп, үнсіз құтыламын. Бұлай шыға бере ойға қаламын да іштей, әже-ау, көресің ғой әлі бәрін. Тіпті мені қойып биыл ғана мектепке барған Есеттің де шүйке басын көрерсің әлі деймін. Шынында да менің әжем әлі жас. 60-тың үшеуінде ғана. Кәрілікке жеңдірмеген, жүріс-тұрысы жинақы, пысық. Алайда қарадай жүріп өлімге даярлағанына біраз жыл болды. Асқазанымның түбінде бір пәле бар. Қанша жүргізер дейсің, алып тынады ғой, деп қояды. Өзінің еншісіндегі үлкен кебеже қара сандыққа 3 баласы әперген 3 қамзол бар. Көк барқыт, жасыл барқыт, қоңыр барқыттан тігілген. Бірде-бірін иығына әлген емес. Әдемлеп, қаттап бүктеп, қалампырлап салып қойған. Ол аздай, әнеу бір кезде Мәржапия қара плюштен тағы бір қамзол тігіп әкеп берді. Сонда әжемнің қазір сүйегіме салынады деген 4 су жаңа қамзолы бар. Ал тазадан тігілген атлас, шәйі, жібек көйлек дегендер бүкіл бір ауылдың кемпірлеріне үлестіруге жетерліктей шығар. Амал не? Әжем соның бәрін кимейді. Ылғи бір арзан бұлдан тігілген көйлектер мен әкемнің етек жеңі қарқылған ескі пиджагын киіп алып, ертеден қара кешке дейін сұлп-сұлп етіп шаруасынан қолы босамай жүргені. Бейнет қорақ адам. Қай баласының үйіне барса да басынан асқан үй шаруасынан тап болады. Әкем колхоздың бас бухгалтері бола тұра, біздің үй қысы-жазы отынға бір жарыған емес. Ағаш отындар арбалап келіп те жатады. Бірақ жылан жұтқандай еш шақ келмейді. Бірер жетіден кейін сирағымызды жаққандай боп отырып қаламыз. Сондайда әжен маған бір арбаны жеткізеді де, мал жайылған өріске барып күні бойы тезек тереміз, қурай орамыз. Ал кейде кетпенмен тобылғы шабамыз. Әсембайдың үйіне барса, көзі сығыраңдай жасаурап күндіз-түні ескі қара іс машинасының құлағынан түспейді. Соның үпір-шүпір болған қара сирақ балаларына киім тігіп, ескі құсқысын жамап жақсықап, кір қоңдарын жуып беріп тақа болдырады. Ал Еселбайдікіне барды дегенше әжемді кебежедей қара сөмкені арқалап, аяғынан таусылып күніне бір рет аудан орталығындағы дүкен атаулардан адақтап шықты дей бер. Қай дүкеннің алдында кезекте тұрған жұрт болса, әжем солардың ішінде. Қысқасы, бір баласының үйінде жаны жай тауып рахаттанып отырған емес. Енді соңғы кезде Мәржапияда қаңқылдап мазасын алып жүр. Аяғының ауырлай бастағанын, жақында сәбейлі бола қалса әжемнің өз қолына барып тұруын жиі айтады. Мүмкін соның бәрі де ана бақытты шығар. Өле-өлгенше қолынан келгенше балаларының отымен кіріп күлімен шыққанды әрбір ананың өзі ақ тілейтін шығар. Өйткені әжемнің көрші-көлең кемпірлерге, Алла, осылардың бейнеті маған зейнет емес пе?
осылардың алдында өлсем арманым бар ма деп айтқанын талай рет естігенмін. Сондықтан да мен әжемді дүниедегі бақытты ананың бірі санайтынмын. Кейде біз ағайынды балалар өзара дүрдараз боп шаң-шұң шығарып төбелесіп қалғанымызда әжем жан ұшыра кеп арамызға түсетін. Бірімізге ұрсып, бірімізді жұбататын. Ал ара түскеніне бой бермей қызыл шеке бола бастасақ, әжем бар даусымен налып айқай салушы еді. Құдай, осы ит жыны бүрікпеген иттердің ортасында азапқа салғаныңша алсаң етті мені дейтін. Мұндайда жүзіндегі әжімі қалыңдап, өзі бір уыс боп бүрісіп қасірет шеккен күйге енетін. Әжемнің осы сөздерін естіп, осы күйін көргенде тұла бойым шымырлап кетуші еді. Ұшып түсіп аяғына жағылып, бас ұрып, жалбарына кешірім сұрағым келетін. Бірақ осы сәтіне қарап оның бақытты екеніне шек келтіруден мүлдем аулақпын. Әжем менімен кішкене күнімен сырлас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен-кеткенін айтып, ерінен жастай жесір қалып, 3 жыл бір қызды қалай адамға өсірген әңгімелейтін. Мен әжемнен көрген бейнетіне, кереметтей төзімділігіне жаным аши отырып сүйсінемін. Сондайда қолымнан келсе әжемді үлдемен бүлдеге орап, тырп еткізбестен төрге 4 қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем, қозым, сенің осы айтқаныңның өзі-ақ маған үдемен бүлде емес пе? Айналдым сенен. Басқа күшіктер тегіс жинап бір төбе болғанда сен өзің бір төбе емессің бе маған деп еміренетін. Сол әжем биыл менімен бұрынғыдан да гөрі етене сырласатын болды. Жазға салым бір айдай Әсембайдың үйіне жатып қайтқаннан кейін көзі кіртиіп жүдеу тарта бастады. Ешкімге байқатпай жиі күрсініп ухылдейтін шығарды. Балалар өзара төбелесіп қалса, бұрынғысынан да қатты қапаланып, Құдайды қу да, шұнақ та деп әбден даттап аш-шашы қарғанатын. Қу Құдай, шұнақ Құдай осылардың күйігіне күйдіргенше алсаң етті мені деп күйінетін. Ал кейде оңаша қап, жүн түткен болып отырып, ешкімге көрсетпей өзінен өзі көзінің жасын іркіп алатын. Бір күні екі кештің арасында біздің үйге Мәржапия келді. Үйіндегі шаруасын істеп жүріп шығып кеткен беті болса керек. Жеңін түріп алған, білегі қамыр-қамыр, алшалғыны ұн, аузы сылпылдап сағыз шайнап жүр. Әдетінше шолжаңдап келіп, тәтемнің, менің шешемді тәте дейтін. Не тәттісі бар екен, жеп кетейінші деп, аз тұратын жерлерді тінтіне бастады. Онан қолына іліккендерді қомағайлана асай жүріп төр бөлмеге кірді де шифонер, чемодандарды ақтарды. Әлден уақытта сықылықтай күліп қолтығына әлденені қыстыра шықты да, тәтем іздемесін, міне біреуін мен алдым деп жүгіре басып кетіп қалды. Мынау неғып жүрей? Екі кештің арасында ербиіп, тағы несін әкеттің деп бажылдаған әжемнің сөзін құлағына да ілген жоқ. Біраздан соң жұмысынан қайтқан шешем балалар бақшасында істейтін. Кешкі асты әзірлеп, оны ішіп болғаннан кейін әжеммен ақылдасқандай, бүгін өзіме бір көйлектік зат алып едім, соны қалай тіксем екен деп қойып, төргі бөлмеге барып шифонерді ашты. Ашты да астан-кестен ақтарыстырып, ас бөлмеге қайта шықты. Сіз ашып бір жерге қойған жоқсыз ба әже деді. Жоқ, көрмедім деді бір пәленің боларын сезген әжем аянышты үнмен. Осы сәттегі ұрты суланып қуарған қалың әжемнің жүзіне адам қарарлықта емес еді. Ибай-ау, қайда кетті онда? Көрсілдетіп алма жеп отырған кішкентай қарындасым мұрнын бір тартып қойып, жаңа мәжия тәтем бірдеңені ұрлап алып кетті дегені. Сол-ақ екен, шешем тас-талқан болды. Көзі шатынап, көкпеңбек болып долданып, Мәржапияны көктен алып жерге салды. Айтпаған сөз қалмады. Түсін шұқып отырған әкем жайлап қана, «Жә, болды ғой енді. Со бір 4 метр зат әкеңнің құны емес шығар» деп еді. Шешем одан әрмен тулап түсті. Осы сенің тұқымдарыңнан ақ құтыла алмадым. Не асқа жарытпайды, аузыңнан жырып, не киім кигізбейді деп өзіне тарпа бас салды. Ақыры
Кірсінші енді, сол қатын осы үйге, тура аяғын сындырамын деп барып тынды. Әжем ләм деген жоқ, бірақ уыс боп шөгіп бүрісті де отырды. Төсекке де со бойын жазбаған күйде бір уыс қана боп жатты. Түні бойы ұйықтаған жоқ, әлсін-әлсін естілер-естілмес күрсінумен, үһілеумен болды. Түннің бір уағында оның үнсіз жылап жатқанын да сездім. Бірақ ертеңіне сол күндегі әдетінше түк болмағандай қора маңындағы кепкен тезектерді жинап түске дейін табанан жапты. Онан соң маған бүгін түстен кейін бір тобылғы шауып әкелейікші, арба жекші деді. Әжем екеуміздің ең бір жақсы көретін сәтіміз арбаға отырып отынға баратын кез. Атты жай аяңға салып қойып, әжелі немерелі екеуміз нағыз тең тұтас сырластардай-ақ ананы-мынаны сөз етіп, қызу әңгімеге кірісеміз. Әжем мені еш уақытта жассынып кемсітпейді. Қайта мені медеу тұтқандай көңілінде кірбіңі назы болса айтып шерін тарқатады. Жаздың ми қайнатқан ыстық күні, түс, ауа аптабы сәл қайта басталған. Бірақ төңіректің бәрі аңызаққа соғылып, зеңіп тұр. Шыбындап мазасы кеткен ат жай жүрсе де қара тер боп келеді. Әжем екеуміз арба үстінде қол шатырды көлеңкелеп отырмыз. Алған бетіміз терең сайдағы тобылғылы қия. Әжем сол терең сайда жасырақ кезінде қалай тобылғы шапқанын әңгімелейді. Ол кезде әнеу бір тұмсықта әктас қайнататын деп терең сайдың төменгі тұсындағы найзаша шаншылған көк тасты нұсқап қойды. Соған жағу үшін тобылғы шабатынбыз. Балалардың бәрі жас. Осы Көсембай сонда 11-де, Әсембай 8-де, Еселбай апыл-тапыл ғана жүретін. Үйге қалдырып кетейін десем, сеніп тапсыратын адамым жоқ. Сонан үшеуін де күнде өзіммен бірге тобылғы шабатын жерге алып барамын. Сонда күніне бір арба тобылғы шабатынмын. Жігіттің жігіті ғана ілесуші еді маған. Кешкісін бір күнде шапқан тобылғымды таудай етіп арбаға тиегенде, ондағы арба қандай? Әлгі жігіттер, апырай, бәзелай, тобылғы шабу үшін жаралғансың ғой сірә, деп қайран қылатын. Терең сайға да жеттік. Атты сайдың табанына доғарып кетпендерімізді алып тобылғылы қияға да шықтық. Мен екі кетпенді иығыма салып алдына түстім де әжем екі қолын артына қайыра ұстап жайымен демала көтерілді. Ентіге жүріп сөйлеп келеді. Шіркін-ай, өсіп кетіпті-ау. Сол жолдары тып-типыл ғып ақ тастап ек деп қалың өскен тобылғыға сүйсінді. Қияның тобылғысы шынында да бітік екен. Шетінен қамшыға сап бұлардай қызыл күрең тобылғылар адамның бойымен бірдей. Әр түбі бір арқа отын. Арасынан өтіп жүру қиын. Жеңішжан, міне мына бір жерден бастайық. Баяғыда осы арадан мен әнеу бір тұстан зарқом-марқом, онан әріректен қазіргі мына сиыршы Исабай шал түсіп жарысушы ек. Піссімлә, ойбөй, Жеңішжан, мынау түскірің жеп-жеңіл ғой. Алдыңдағы ауыр кетпенді маған бер. Иә, өстімесе іс өнеме балам-ау. Әжемнің өңі жасарғандай өзгеше бір гүл жайнап шыға келді. Ала-құла бірі бар, бірі жоқ тістерін көрсетіп күлді. Онан соң алақанына түкіріп қойып кетпенді құлаштай көтеріп сілтей жөнелді. Кетпенді әр сілтеген сайын екі иненің ыңқылдап шыққан үһілеуі естілді. Бірақ сол үһілеудің өзі әжемнің әр қимылына екпінді салмақ қосып тұратын сияқты көрінді. Әп сәтте бір өзі үлкен арқа тобылғыны қопарып та тастады. Шаңытқан әжімді жүзінен айғыз-айғыз боп тері ағып, алқына кеп демалуға отырды. Деміңді ал балам, аса зорланба, деді маған. Екеуміз енді қатарласа отырып, солығымызды басып, үйден алып шыққан айран толы торсықтың аузын шештік. Әжем қышқылтым салқын айранды тамсана отырып асықпай жұтады. Шөлі қанған соң кимешегінің етегімен аузын, маңдайының терін сүртіп маған мейірлене қарады. Қуатым менің, қозым, деп кекілімнен сипап қойды. Тобылғыны тағы да біраз өндіре шауып демалуға екінші рет отырғанымызда әжем маған сыр қылғандай іште жатқан бір әңгімесін бастады.
Әлгі Әсембай сенің әкеңнің бетін көрмеймін деп ренжіп жүр, деді торыққан үнмен. Көсембай да оңбай да сол иттің алашағына тиіп қайтеді екен десеңші. Осы жарда жүнді жақсы қырыққаны үшін колхоз сыйлық жазған екен. Сонысын мынау осы жақта сыртынан қол қойып алып қойыпты ғой. Соны анада мен үйінде жатқанда естіп, бұлан-талан боп, біз мұнда қысы-жазы мал соңында телім-телім боп жүреді екенбіз де, сыйлықты жаны тыныш жүрген сол сыртымыздан қол сойып алады екен ғой. Мен барып басқармаға арыз етем деп қиқылықты салды ғой. Мен де ұрыстым өзіне. Ауысқаның сол ме дейді. Бірің сүйеудің жебеп қолдаудың орнына кететсе арыз айтам, ойбай сөйтем, ойбай бүйтем деп жауығуға әзірсіңдер түге деп Көсембайдан сұрасам, алғаным рас еді, өйтіп ренжитінін қайдан білейін дейді. Керегіне еді десеңші соныкін алып. Ол иттің мінезі де мінез емес, дойыр ғой. Бір күні болмаса бір күні үлкен деп сыйламай тік келіп айтып тастаса көңілін қалдырады. Көңіл деген бір қалса жаман ғой. Бе Құдай, осылардың арасына дәнекер болам деп ақ өлетін болдым. Бәрінің емгені бір ананың ғана, бір менің ғана ақ сүтім еді. Бұрынғысынан да ортайып, әбден діңкілеп шаршаған кейіпте отырып қалды. Мәржапия да оңбайды. Түнде ғой әне, сенің шешеңді қан қақсатып кетті. Қанша айтамын сол қызға, енді үйің бөлек, күйің бөлек жансын. Жеңгелеріңе абайла бер келе, екі ортада бауырларыңды ренжітіп аласың деп. Құлағына кірмейді ғой, не қылған кеше екенін. Тіпті әрі-беріден кейін қақсай заржақ атанады екенсің. Түнде әне сенің шешең де ішіндегісін тегіс ақтарды. Ал сол жақсы ма? Ең болмаса менің көзім тірі тұрғанда тату болса екен де. Мен өлген соң не болса о болсын, Құдай ғой мені де осылардың тозағына күйдіріп қойған. Ел қайдан білсін? Ойбай, анау пәленшені қарашы, жетім жесір боп өсіп еді. Енді әне балаларының түздегісі түзде, ойдағысы ойда, шетінен жетілген, болған толған, бақытты жанған кемпір екен дейді. Ал мен сорлы осылардың иттігін білдірмеймін деп, түздегісіне түзде, ойдағысына ойда тыраштанам. Қайсысының үйіне барсам да келіндерім ренжімес екен деп отымен кіріп күлімен шығам. Мен оларға ен емеспін, жалдап алған бір күңмін. Баяғыда бай ауылдарының жалдап алатын сондай бір күңдері болушы еді. Әжем егі дір-дір етіп кемсеңдеп, көзіне іркілген ыстық жасты төгіп алды. Мен сай сүйегім сырқырап, енді аз болса өкіре жылап әжемді бас салуға шақ отырмын. Тамағыма жас тығылғандай боп сөйлей алатын емеспін. Сөйтіп әжем екеуміз тобылғаны дәу бір арба ғып шауып қойып, терең сайдың ішінде шер тарқатысып, күн ұясына қонғанша отырдық. Үйге кешкі салқынмен қайттық. Есік алдына әкеп тобылғыны түсіріп үйге кірсек, Еселбайдың 13-14 жасар үлкен баласы келген екен. Әжем оны мекірене иіскеп маңдайынан сүйді. Қарап шұғым-ау, жігіт боп өсіп қапсың ғой. Әлгі жаман әкең қайда? Сол кітаптарын кеміріп жатыр ма? Неге келмейді? Деп үсті-үстіне бастырмалата сұрады. Сірә, бір ай көрмегенге кіші ұлын сағынып қалған сияқты. Қолы тимейді, деді бала. Қолы тимейді? Деп оның сөзін кекете қайталады әжем. Бір күнгі демалысында осы тұрған жерге машинасымен сыр еткізіп келіп кетуіне болар еді ғой. Осы кезде төргі бөлмеден шыққан менің шешем. Әлгі кіші келініңіз апам дәметеді-ау деп ең болмаса бір-екі кәмпитті бермепті деп сөзге киліге кетті. Жә, кәмпиті бар болсын, дәметпеймін. Өздері аман болсыншы, дейді әжем шешемнің сөзіне мән бермей. Менің шешем мысқылдағандай кекете күлді. Келініңіздің қолының қатты екенін білесіз. Әрине дәметпейсіз. Әжем жаратпай оқты көзімен бір қарады да бұрылып әрі қарай өтіп кетті. Сондайда сөз бола ма екен, деді мен ыза болып. Ибай, енді қалжың айтуға да болмай ма? Деп күлген болды шешем.
қалжың? Осы қалжыңның әжеме шаншудай қадалатын ұқсаң етті-ау, апа-ау. Жоқ әлде өз басыңа келмей ұқпаспысың? Күйіп кеттім, бірақ өз анама не дей қояйын. Бұрындар отыннан қайтқанда бір самаурын шайды бір өзі төңкеретін әжем бұл күні 2-3 шыны аяқтан әрі іше алмады. Жүрегім лоблып батпай отырғаны деді. Бүгін күндегіден ерте жатты. Ертеңіне таңертең шошып оянып, бұ шекілдеу шаққан қайсын? Менің тамағыма қабы кетіп тұрып қалды ғой, деп басын көтерді. Бірақ шекілдеуік шақпақ түгілі біздің үйде шекілдеуіктің тұқымы да жоқ еді. Төсегінің үстінде отырып, қақырынып, жөткірініп, жұтынып әлекке түсті де қалды. Жұтып жіберсін деп суды әкелдік, бірақ еш көмегі болмады. Ертеңгі шайға әжем ел қатарлы отыра алмады. Дереу дәрігер шақырттық. Әжемнің аузын ашып, тамағының ішінен сыртына да басып қараған дәрігер әкем мен шешемді оңашалап ап, науқастың өте ауыр науқас қылтамақ екенін айтты. Осыдан кейін әжем ауруханаға жатып та, үйде жатып та азақ емделді. Бірақ айығудың орнына науқасы күн санап күшейе түсті. Әжем тамағына мүлдем ас өтпейтін халге жетіп әбден жүдеді. Сылдырап құр сүйегі ғана қалды. Ендігі жерде аузына қара суды тек бал қасықпен ғана тамызып отыратын болдық. Біртіндеп әжемнің тіршілігінен күдер үзе бастадық. Түн баласына күзетіп отыруға тура келді. Әбден әлсіреп, күні жеткенін сезді-ау деймін. Бір күні Әсембай мен Еселбайға хабар беріңдер, арыздасып қалайын деді. Дереу ауданға да, таудағы Әсембайға да адам шаптырдық. Түске жақын бір машина боп үйіліп-төгіліп бар семьясымен Еселбай, бірер сағаттан кейін бір машина боп Әсембайлар келді. Бәрі кеп жылап-сықтап, әжемнің қолынан сүйіп, маңдайынан иіскеп, бала-шағаларымен қоршалай отырды. Әрқайсысы өздерінің арыз-армандарын айтып, ақтық демі қалған аяулы аналарына жаудырай қарайды. Бәрінен де Әсембай бостау екен. Анашым-ау, анашым-ау, арманда кетіп барасың-ау, арманың не, арманың? Деп бір-екі рет төніп барып, жылап-жылап алды. Әжем оған бозара қараған күйі жылама дегендей ернін қыбырлатты. Сірә қысылып жатқан болуы керек. Сол қысылудан тек күн батар сәтте ғана айықты. Су, деді. Мен аузына бір-екі тамшы су тамыздым. Әлденгендей болды. Сыбырлап қана сыртқа шығаршы, деді. Бәріміз қаумажаулап сыртқа алып шықтық. Жаздың маужыраған желсіз тымық кеші. Күн ұясына қонуға таяпты. Аспан көк мөлдір. Әжем дәл үйдің іргесіне отырғыз дегендей ишарат көрсетті. 2-3 қабат киіз төселген іргеге отырып, әлсіз қолмен көзін күннен көлегейлеп төңірекке қарады. Кең дүниені соңғы рет бір армансыз қарап қалайын деген сияқты әр нәрсеге шұқшия қадалдады. Арманыңды айтшы, апа, деді Әсембай. Арманым бар ғой, деді әжем әлсіз үнмен. Арманым сендердің татулықтарың. Осы мезетте әлдеқайдан алыстан аңырата шырқаған ескі бір әуен естілді. Бәріміз де селт етіп құлақ тостық. Жасөспірім жігіттің ауқымды кең даусы талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды деп жаңғырықтыра созады. Әжем дір ете түсіп, қолын көлегейлеген күйі алысқа тесірейе тесілді де қалды. Мынау бір ескі әуен ғой, біздің жас кезімізде шығып еді, дейді дегбірсіздене сыбырлап. Айтып келе жатқан Нәбиден-ау шамасы, даусы қандай жақсы еді. Енді көрдік, ауылдың төменгі жағындағы жалғыз аяқ жолмен 2-3 адам келе жатыр. Әнді айтып келе жатқан солардың бірі. Әжем қалтықсыз танып отыр. Мынау көшеде ылғи өлең айтып жүретін Нәбиденнің даусы. Жаңа байқадым. Егі дір-дір етіп,
Өксік қысып, әжемнің көзінен шыққан бір-екі моншақ жас жүзіндегі әжім сайларын қуалай бастады. Мұны көріп тұрып, бәріміз де егіліп көзімізге жас алдық. «Анашым, анашым», деді Әсенбай көз жасын жұта демігіп. Күн ұясына қонған кезде әжемді үйге қайта алып кірдік. Тағы қысыла бастады. «Әне жүгіріп кетеді, міне жүріп кетеді» деп минут санаумен отырмыз. Түн жарымнан ауды. Менің әкем екі інісін алып ас бөлмеге кеткен. Әлден уақытта Еселбайдың «Өтеуге борышым анашым, жан сырым» деп жылай әндеткен жуан қоңыр дауыс шықты. Менің шешем жүгіріп шығып, «Өй, әдепсіздер, тыныш!» деп жекірді. Ән бір сәтке басыла қалды да сәлден соң тағы естілді. Менің әкем мен Әсенбай бір кез көздері қып-қызыл бұлаудай боп кеп әжемнің бас жағынан отырды. Ауыздарынан арақ иісі бұрқырайды. Ал Еселбай сол еңіреп әндете жылаған күйі ас бөлмеден шыққан жоқ. Әжемнің тыныс алуы сиреп бір алқынысқа айналды. Оң қолының білегінен ұстап отырған Әсенбайдың әйелі «Әжетайым-ау» деп булығып еңіреп жіберді. Еңіреп отырып қайта-қайта еңкейіп қолынан сүйгендей болды. Сөйтіп отырғанда оның ар жағында отырған Мәржапия кенет аяғын біреу басып кеткенде баж ете түсті. «Аулаға әрі, әпкел шешемнің жүзігін өзім алам» деді. «Өй, қызу, жайыңа отырсаңшы» деп жылай сөйлеген күйінде Әсенбайдың әйелі әжемнің қолына тағы еңкейген. Мәржапия оны қағып жіберді. Ұмтылып кеп әжемнің қолына өзі жармасты. Бұл тағы да еңкейіп әжемнің саусағын тілімен жалап жүзікті ары тартты, бері тартты, бірақ шығара алмады. Мына екеуінің қылығы бәрінен де қатты батты. Әжем болса ықылық атып ақтық демін алып жатыр. Дереу ұшып тұрып бардым да үйге алып келдім. Әуре боп отырған Мәржапияны да ұрысқанына қарамастан итеріп тастап жүзіктің бір шетін ептеп егей бастадым. Жіңішке жүзік. Біраз егеген соң қиылып кетті. Майыстырып әжем қолынан шығарып алдым да әйелдердің маған бер дескендеріне қарамастан ашық терезеден сыртқа лақтырып жібердім. Біреу желкемнен нұқып алды. Әкем екен. «Ақымақ, ол алтын жүзік неге лақтырасың?» деп ызғарлы зекірді. Осы кезде әжемнің қолы сылқ етіп жерге түсіп кетті. «Анашым-ау, анашым-ау» деген Әсенбайдың аш үні шықты. Үйдің іші азан-қазан, уда-шу боп бірімен бірі көрісіп, лезде басты айналдырып, құлақты тұндырып жіберді. Есік жақта отырған көрші шал кеп әжемнің қол-аяғын уқалап көзін жапты. Зарлатып Құран оқыды. Өксігімді баса алмай жүрегім қысылып далаға шықтым. Жұлдыздар шым-шытырақ. Орын ауыстырып алғандай бірі төмен бірі жоғары шығып айқұш-ұқыш боп кетіпті. Тек темір қазық қана қаққан шегедей сол бір орында бедірейіп тұр. Жарқырап шолпан туды. Құлан иектеніп таң білінді. Үйдегілер тысқа шыға бастады. Әсенбайдың әйелі мен Мәржапия жарыса шығып терезенің тұсына кеп жүзікті іздеуге кірісті. «Жеңішжан, қалай лақтырып едің?» деп сұрайды менен. Мен жауап қатпай теріс айналып кеттім. Ту сыртымнан әлдекім жарықтық төрт түлігі сай үрім бұтағының алдында жақсы аттанды деді. Қарасам әлгі көрші шал екен. Әжемді көргім келді. Үйге кірсем шымылдық құрып оң жаққа салып қойыпты. Әлгіндегі кісі құжынап отырған бөлмеде жан қалмаған. Далада шыққандары далаға шығып, қалғандары ас бөлмеге кеткен. Мен ақырын басып шымылдықтың тұсына келдім. Енді ашуға оқтала бергенімде ар жағында әжемнің ух деген күрсінген естілгендей болды. Зәре құтым қалмай атып тысқа шықтым. «Қорқып кетіпсің ғой, қарағым. Не болды?» деді қарсы келген көрші шал. «Әжем күрсініп жатыр». «Қой, олай бола қоймас» деп көрші шал үйге кірді. Тағы да зарлатып аят оқыды. Онан соң шымылдықты ашты. «Міне, әжең ұйықтап жатыр, қарағым» деді.
әжем шынында да аппақ боп созылып ұйықтаған адамша жатыр. Ұрты суалған, қабағында жалғыз мен ғана танитын кейістік бар.